Таразда қылмыскер қарауылдың көзінше қашып кетті. Заңсыз қару ұстап, есірткі сатқан Иван Зозуля 10 жылға сотталған. Мерзімінен ерте босандыққа шығып, ескі әдетіне салған жігітті сот қалған мерзімін өтеуге үкім кесіпті. Алайда қайтадан түрмеге бармайынмын деп шешкен сотталушы қоршаудан қарғып түсіп жоқ болған. Сот шешіммен заңсыз қару сақтағаны және есірткі сауда үшін 2 жыл 10 ай мерзімге сотталған Иван Зозуля түрмеге аттанар алдында жарыммен қоштасайыншы деп соңғы өтініш сұрапты. Рұқсат алып әйелмен біраз уақыт құшақтасып тұрған Зозуля қарауылдың көлікте жайбарақат отырғанын байқап зып береді. Қызылдағы біздің сотрудник артынан қолуға. Мұрын астынан сытылып кеткен 26 жасар қылмыскерді ұстауға полиция департаментінің құрамы толық жұмылдырылды. 3-ші күнге қарағанда қашқын қаланың Қарасу шағын ауданынан ұсталды. Вот беглеца поймали, базар нет. Зозуля күзеттен қашқаны үшін сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Бұл қылмысты жасаған үшін 3 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сәтсіздікке ұшырап 3 жыл мерзіміне тағы да 3 жыл қосып алған қылмыскер енді қашпаймын деп кешірім сұрапты. Полиция қызметкерлері, сіздерден жасаған әрекет үшін кешірім сұраймын. Күнәмді толық мойындаймын. Алдында уақытта дұрыс жолға түсуге уәде беремін. Ал көз алдында қылмыскерден айырылып қалған 2 тәртіп сақшысы енді өздері жазаға тартылуы мүмкін. Оларға қатысты қауіпсіздік қызметі тергеу жүргізіп жатыр. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Тараз.